болса, мен салмақ қосып жүрмін деп айтып едім. Және де мен осындай протеин деп ғой, гейнер. Осындай гейнер ішіп жүрмін. Осылай сүтке суға араластырып, жартысын ішіп біттім. Еще плюс саминван ішіп жатырмын. Екеуін бірге қосып. Енді білмеймін, енді қыз балалар қалай туылады. Әйтеуір қарным шығып кетті. Ең бірінші очередь семірсе, қарным семіретін сияқты. Ол бүкіл адамда кажется солай. Осы дәмі күшті, гейнерім де ұнайды. И аппетит у меня очень хороший. Примерно бір айдан кейін жақсы результат болады деген ойдамын. Я хочу набрать хотя бы 7 килограммов. Менің салмағым 42 килограмм болған. Қазір 43 па 44 болған шығар. Солай. Бүгін біз эфирдамыз, бұйыртса. Сергей екеуміздің айтатын жаңалықтарымыз бар. Барлық мәселені шештік, барлық мәселені жаптық деп айтсам да болады. Сондықтан да бүгін эфир көріңіздер, 2:30-да жібер болмаңыздар. Жақсы да, жаман да жаңалықтарымыз бар. Енді оның барлығын ары қарай бәрін айта бермеймін. Бүгін 14:30-да эфир тамашалаңыздар. Және соңғы жайттарға байланысты, яғни табыс табуға байланысты, ақшаға байланысты біздің схема расымен 100% жұмыс жасайды. Мен өзім таңғалып жатырмын, негізі шынымды айтсам. Өйткені өте көп адамдар маған рахмет білдіріп жатыр да. Алдында айтқанда 250 адам, осы жолы уже 10 адам тағы да плюс, өйткені менің жетекшілігіммен, яғни ол сөзді барлығын басынан бастап сапарға болады, мен сіздерге барлығын өзім түсіндіріп отырамын. Табыс табу жайлы сол мәселеге келетін болсақ, ең бірінші мен қандай жетістікке жеттім деген маған сұрақтар өте көп қойылады. Ең бірінші любой қыздың арманы деп ойлаймын. Это шуба. Мен ең бірінші сразу бірінші тапқан ақшама шуба алдым. Шубадан мен алтын алдым, мамаға алтын алдым, папаға сағат алдым. Өте қымбат бағалы заттар алып бастадым. Жасауымды жасап жатырмын. Оның барлығы ақша. Сондықтан да сенбесеңіздер, мен білмеймін, уже уақыт өтіп жатыр. Тегіндей көйлекті алу үшін қазір басқа бір магазинді белгілеп кетемін төменде. Сілтеме тастаймын, сол магазинге кіріп, өздеріңізге әдемі де сапалы